Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сосиска тесті рецептімен бөліскім келеді. Бұл тағамды мен өзім өте жақсы көремін. Әрдайым мектептің кезінде асханадан сатып алып жейтінмін. Қазір енді үйде өзім дайындайтын боламын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне қант пен тұзды саламыз және күнбағыс майын құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ашқыны салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай қамыр шықты. Бетін қақпақпен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр толықтай көтерілуі керек. Менде шамамен 1,5 сағаттай тұрды. Енді ыдыстан босатамыз. Өте керемет болып көтерілді. Қолымызды кішкене сұйық маймен майлап, осы қамырды алып, қазір оқтаумен жаятын боламыз. Дастарханға ешқандай ұн сеуіп қажет емес. Жай ғана қолдарыңызды сұйық маймен майласаңыздар, қамыр үстел үстіне жабыспайды. Оқтаумен жайған кезде қалыңдығы шамамен 3-4 мм болатындай қылып жайып шығамыз. Қалыңдау етіп жайсаңыздар да болады. Енді сосисканы өзінің пленкасынан босатамыз. Осы қамырды орташа видеода көрсетілгендей жолақтарға кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей қамырды осылай орап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана осылай дөңгелете отырып, сосиска тестені осылай жасауға болады. Барлығын пергамент қағазының үстіне салып шығамыз. Бұл рецептпен шамамен 10-12 дана шығады. Мен сосискалардың ортасынан бөліп 20 дана етіп шығардым. Енді бір жұмыртқаны алып, жақсылап шайқап, осы біздің қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Бұл біздің қамырымыздың қызыл-қызылқай түсті әдемі болып, жақсы түсте болып, пісіп шығу үшін қажет. 180 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Қызып тұрған пешке салыңыздар міндетті түрде, және де қақпағын ашпауға тырысыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ, сондай керемет, әдемі, дәмді болып шығады. Біздің рецепт дайын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар, және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Фируза. Егер видео ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға ас болсын.